Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Өткен видеоларымда айтып өткендей, осындай кәдімгі үй гүлдерінен алынған атроскаларды қалай тез, оңай, жеңіл жаңағы тамырлатуға болатын әдістерін көрсеткен болатынмын. Өткен видеоларда қалай тамырлату керек екен. Енді бүгінгі видеода келесі тағы бір тез, оңай, шірімей, жеңіл тамырлатудың бір әдісін көрсеткелі және осы видеода айтқалы отырмын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, түрлі осы пайдалы осындай видеоларымды өткізбей көретін боласыздар. Тағы да мен осы көрермендеріме айтарым, менің көрермендерім каналдағы көрермендерімнің 75% тіркелмей көреді екен. Тіркеліп алыңыздар, өте пайдалы видеолар бар. Кәдімгідей барлық видеоларды өздеріңізге керекті, пайдалы видеоларды ашып көрсеңіздер, көп нәрсе түсінесіздер деген ойдамын. Егер де комментарияға өз гүлдеріңіздің жағдайын сұрасаңыздар, мен бар уақытым келгенінше жауап беремін, бар шамамның келгенінше. Ал енді гүлдерді тамырлату үшін бізге негізінде кәдімгі қарапайым суға сала саламыз, қарапайым колонкадан аламыз да, атросканы кесіп аламыз, сөйтеміз да сала саламыз. Негізінде ол хлорланған суда ол тамырлайды, ол да тамырламайды деп айта алмаймын. Енді кейбіреулері жаңағы жұмсарып шіріп кетуі мүмкін, бірақ кейбіреулері сондай өзі гүлдердің әр түрлері болады. Кейбіреулері өлермен болады, кейбіреулері сәл нәзіктеу болады, кейбіреулері мүлдем айлап тұрып алып, тамырламай тұрып алатындар да бар. Не шірімейді, не қоймайды, айлап тұрып алады. Ал енді негізі сол хлор су бізге негізінде гүлге пайдалы емес. Тамырлатқан кезде де, гүлді суғарған кезде де ол хлор су өте зиян болады. Сол себептен негізі кәдімгі тірі су дейміз ғой, тірі суға тамырлатқан жақсы. Сол тірі суды гүлдерге құйған да өте пайдалы. Ол кәдімгі жаңбырдың суы, не болмаса бір жаңағы арықтан ағып жатқан ағын суларда өте пайдалы. Олар тірі су есептеледі. Және бізге жаңағы кәдімгі фильтрованный суларда пайдалы. Бірақ фильтрованный суларда біраз витаминдер алынып қояды, бірақ хлор зиянды нәрселер болмайды. Сол себептен атросканы суға салар кезде жаңағы хлор прям колонкадан алып сала салмай, осындай көктем уақытында қазір көп жаңбыр қайта-қайта жауып жатыр ғой. Сондай жаңағы крышаның қатты су ағатын жерлеріне ыдыстар қойып жинап алсаңыздар болады. Әрине, алғашқы кезде бірінші 1-2 сағат жауған жаңбырдың суы ол жаңағы крышадағы лай, шаңның бәрі ағады, бүкіл сондай мусордың бәрі ағады. Кішкене тазарғаннан кейінгі суын жинап құйып алсаңыздар болады. Даладағы огородқа да, үйдегі гүлдерге де өте пайдалы. Ал енді кәдімгі осындай атроскаларды да тамырлатуға өте пайдалы су екен. Ол живой су, тірі су дейді ғой, тірі су есептеледі. Арықтың суы да өте пайдалы. Мысалы, ауылды жерлерде жаңағы ағын сулар кәдімгі арықтардан ағып жатады. Ол суды да жақсы таза жерінен тұндырып алып, кәдімгі осындай атроскаларды жаңағы тамырлатуға, үй температурасына қойып, кішкене жылытып даже гүлдерге құйсаңыздар да болады екен. Әрине, оның ішінде басқа тірі жәндіктер жүрмесін, ондайлардың бәрін алып тастау керек, ләжі болса сүзіп алып тастау керек. Негізінде біздің гүлден алған атроскамыздың көбісі бұлар жаңағы суда да тамырлайды, топырақта да тамырлайтын болып келеді. Кейбір гүлдерді мүлдем кеспей, сол тұрған жерінде кәдімгі мох свагнум деген болады. Ол гүл сататын жерлерде, осындай үй гүлдерін сататын жерлерде, осындай агро заттар сататын жерлерде сатылады. Мына жерде кәдімгі фотода көріп тұрғандарыңыздай, бұл да кәдімгі тірі шөп секілді болып келеді. Осы зат өте пайдалы. Дәл солай гүлдерді тамырлатқанға, жаңағы сынып қалған гүлдерді тамырлатқанға, кәдімгі парникке салып қойып, түрлі сондай жаңағы болады ғой, андай қалай десем болады, редкий гүлдер болады ғой, редкий гүлдер. Сондай гүлдерді мысалы кішкентайдан әр буыннан тамырлатып, жаңағы өсіріп жатады. Соларды дәл осы мох свагнуммен әдемілеп тамырлатады, парникке салып тамырлатады, не болмаса осы мох свагнумға орап қойып тамырлатады. Бұл мох свагнум деген ләжі болса живой, кәдімгі көк болып тұрған живой түрін алсаңыздар, ол өте пайдалы, өте жақсы тамырлайды гүлдеріңіз, ылғалды жақсы ұстап тұрады. Ал енді бұл мох свагнуммен үй жағдайында мысалы кәдімгі стаканға саласыз,
осы мохсвагнумнан кішкене брус саласыз. Сөйтесіз де сол жаңағы осы свагнум батқанша су құясыз. Су құясыз да кәдімгі отростықтарыңызды кесіп сол суға салып қоясыз. Болды. Ешқандай суды ауыстырмайсыз, қайта-қайта ауыстырмайсыз. Әрине ол су дәл болса жаңағы фильтрден болса жақсы. Әрине мен жаңбыр суын қаяқтан жинаймын дейтін болсаңыздар, жаңағы фильтрованный су болса тіптен жақсы. Хлордың суы болмайды. Хлордың суын құйсаңыз да тамырлайды ғой, просто ол зиян да гүлге. Сол себептен жаңағы фильтрованный су құйып, осы мохсвагнумды салып суға, соның үстіне қанша атроска салсаңыз да салып, стакан болсын, банка болсын, сол ыдыстағы суға тамырлатып алсаңыз жақсы тамырлайды. Ол суды қайта-қайта ауыстыра берудің қажеті жоқ. Себебі сіз суды ауыстырған сайын, төгіп тастап жаңа су құйған сайын сіздің атростыңыз жаңа суға үйрене алмай, кішкене болса да стресске түсіп, тамырлау процесі ұзарып кете береді. Ол жаңағы стресстен шығады, сол суға үйренеді. Ол суға үйренем дегенше қаншама уақыт өтеді. Сөйтіп маған көп көрермендерім жазады, мына гүл өзі тамырлай ма, тамырламай ма деп. Даже WhatsApp-қа да шығып жатады. Осы гүл суға тамырлатсам тамырлай ма, тамырламай ма? 1 ай болды осы суда тұрғанына, не өлмейді, не қоймайды деп жазып жатады. Олар 2 күн жаңағы кейбір нелерде айтып жатады, осындай каналдарда, интернетте айтады, мысалы 3 күн 4 күн сайын гүлдің атросканың суын тазартып ауыстырып тұру керек дейді. Жоқ, ол керек емес ауыстыру. Әрине ол оның ішінде шіріп жатса, онда оны тазарту керек. Жоқ, шіремей атростық жақсы тұратын болса, онда оны ауыстырып қайта-қайта гүлді стресске түсіре берудің қажеті жоқ. Сіз құйған жаңа су гүлге стресс. Ол үшін егер де жаздың күндері ол су буланып азайып кетіп жатса, сіз оның үстіне азғантай жылы су құйып тұрыңыз. Себебі жаңағы біздің салған атроскамыз батып тұру керек қой. Сол батып тұру үшін доливать етіп қосып үстінен құйып тұрсаңыз болады. Ол кезде гүл қатты стресс алмайды. Бұрынғы үйреніп қалған суына кішкене қосымша жылы су құясыз. Болды, солай тұра берсін. Жаңағы мохсвагнум менен кәдімгідей гүлдердің буындарына, не болмаса жаңағы сондай орап, сол свагнумды орап тамырлатып алуға да болады. Енді Алла қаласа ол әдісті де салатын боламын. Қазір дәл менде свагнум болмағандықтан мен сіздерге қазір видеоға фотосын шығарып отырмын. Үй жағдайында қиын тамырлайтын гүлдер болса, не болмаса тамырламай тұрған атроскаларыңыз болса, дәл осы свагнумды сатып алыңыз, сол ыдысқа салыңыз, үстінен фильтрованный су құйып, жылылау су құйып, атроскаңыз соған салып қойыңыз. Бұл свагнум судың құрамын жақсартады және суды живой су ретінде жаңағыдай құрамын өзгертеді. Сол себептен сіздің атроскаңыз қандай гүл болмасын, жақсы, жеңіл, шірімей тамырлайтын болады. Бүгінгі видеом пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Жаңа айтып өткенімде 70% көрерменім мені тіркелмей көреді екен. Сіздерге айтарым, тіркеліп алыңыздар. Көп нәрсені тыңдап, түсініп көрсеңіздер, өз гүлдеріңізді өсіріп бағуға көп көмек тиеді деп ойлаймын менің каналымнан, және көп нәрсе үйренесіздер деп жаңағы айта аламын, сенімді түрде айта аламын.